Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мемлекеттік мейрамдар. Бүгінгі сабақта елімізде қандай мерекелерді тойлайтынымызды, олардың ерекшеліктері қандай екенін, мәнін, маңызын түсінетін боламыз. Бағалау критерийлері. Елімізде тойланатын мерекелердің ерекшеліктерін біледі. Наурыз мерекесінің мәнін, мағынасын түсінеді. Ал ендеше балалар, сабағымызға болжам жасай кетейік. Миға шабуыл әдісін қолданайық. Сұрақтарға жауап береміз. Балалар, суретте біздің елімізде тойланатын қандай мерекелер берілген? Ол мерекелердің ерекшеліктері қандай? Экрандағы суретке назар аударамыз. Тапсырманы орындауға көшейік. Өте керемет балалар. Әрине ол экрандағы бірінші сурет жаңа жыл мерекесі. Келесі сурет ұстаздар күні. Үшінші дәрігерлер күні мерекесі. Ал төртінші ол біздің басты мерекеміздің бірі Наурыз мейрамы. Өте дұрыс айтасыздар білім алушылар. Оқылым. 56-шы беттегі Наурыз мерекесі туралы мәтінді түсініп, іштей оқимыз. Дескрипторге сүйене отырып, тапсырма жасайтын боламыз. Ерте замандардан-ақ Наурыз мейрамы қарсаңында адамдар өз үйін, шаруашылығын, айналасын тазалап, ретке келтірген. Бұлақтың көзін ашып, ағаш отырғызған. Мейрам күні сәнді ұлттық киімдер киген. Әр үйде дастархан жайылып, Наурыз көже дайындаған. Бұл тағамды әр отбасы жаңа жылдың құт берекесі, молшылық пен ырыс молайсын деген ниетпен жасайды. Дастарханға ақсақалдар бата береді. Ендеше білім алушылар тыңдалым бейне көрсетілімге назар аударайық. Наурыз мейрамы 21-22 Наурыз жұлдыздарына қараған күні аспан денелері өздерінің алғашқы айналу нүктесіне қайта айналып келеді. Бұл астрономиялық есеп бойынша. Сонда күн мен түн, ыстық пен суық, қараңғы мен жарық теңеліп Наурыз кіреді екен балалар. Неге әз Наурыз деп аталған? Күн мен түн тепе-теңдікке жеткен кезде әуеде ғажайып бір діріл мен гүріл естіледі. Сол үнді әз деп атайды. Әз өткенде бүткіл жан жануарлар, күллі өсімдіктер денесі, жалпы тіршілік әлемі бойына қайта тіріледі. Бұл күні құрбандық шалынбайды, ұсқынсыз нәрселер отқа жағылады, айнала түгел тазаланып, қайырымдылық істер жасалады. Наурыз мейрамы құтты болсын, ұлыс береке әкелсін, айдан аман, жылдан түгел өтейік деген көптеген тілектер айтылып жатады. Т кестесі бойынша тапсырмаға назар аударайық. Оқылым мәтіні мен тыңдалым мәтінін салыстырады, ойын жинақтайды. Дескрипторге сүйене отырып тапсырма жасаймыз. Оқыған мәтіндегі Наурыз мерекесінің ерекшеліктерін тауып жазады. Тыңдаған мәтіндегі Наурыз мерекесінің ерекшеліктерін тауып жазады. Екі мәліметті бір-бірімен салыстырады. Яғни білім алушылар назар аударамыз. Оң жағында бейне көрсетілімдегі ойын Наурыз туралы, ал сол жағындағы мәтіндегі ойды жазып өтеміз. Іске сәт білім алушылар, тапсырманы орындаймыз ендеше. Керемет білім алушылар, сендер жауапты дұрыс берді деген ойдамын. Ендеше дұрыс жауабын көрейік. Яғни оң жағындағы бейне көрсетілімдегі ой, ол күн мен түн теңеледі. Әз Наурыз деп неге аталады? Үй іші адыраспанмен аластатылады. Қайырымдылық істер жасалады екен. Білім алушылар, біз оны бейне көрсетілімде көріп өттік.
Ал сол жағындағы мәтінде ой ол үйін тазалаған, ағаштар отырғызылған, наурыз кезінде ұлттық киімдер киілген, дастархан жайылған, наурыз көже жасалған. Ақсақалдар не беретін болған? Бата беретін болған екен. Енді білім алушылар, біз наурыз көже жасап көрейікші. Білім алушылар, наурыз көже жасау үшін берілген заттарды рет-ретімен салып наурыз көже жасайық. Дескрипторы берілген заттарды рет-ретімен қазанға салады. Неліктен бірінші және одан кейінгі екенін түсіндіре алады. Наурыз көже жасау реттілігін біледі. Ал балалар, алдымызда экранда көрсетілген тағамдар бар, заттар бар. Соларды қазанға салып наурыз көже жасайық. Өзіміз жаза отырайық балалар. Керемет! Наурыз көже дайын болды деп ойлаймын. Жауабын көрейікші балалар. Наурыз көже жасау реттілігі алдымен қазанға су құяды, тұз салады, екінші сүрленген ет саламыз, үшінші арпа мен жүгеріні саламыз, төртінші тары мен қамыр салынады. Піскен көжеге айран немесе құрт, қаймақ салады екен ендеше. Сендердің де жауаптарыңды осындай болды деген ойдамын. Керемет білім алушылар. Ал ендеше сабағымызды аяқтай келе, бүгінгі сабағымыздың мақсатына қаншалықты жеткенімізді білу үшін ББ кестесін толтырайық. Яғни бұл жерде білемін, осы тақырыптар бойынша білемін, білген ақпаратымызды жазамыз, білгіңіз келген ақпаратты жазасыз, және осы сабағымызды қорытындылай келе, сіз қандай ақпаратты білдіңіз? Соны жазып өтеміз, білім алушылар. Білім алушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.